Бестің шайы. Бүгінгі күннің басты жаңалығына мұрттының үйінен 17 миллион доллар тауып апты ғой. Ойбай, пашка шашылып жатыр. Осы ұсталған кезде оны бала шағасы бір жаққа апармады екен? Или оларға 17 миллион доллар, 17 мың теңге құрылы жоқ па деймін. Үйде бір 17 мың теңге тұр еді дегенге құсап тұр ғой мұны. Шай-пай құрт майға деп қоқ қойған ақша сияқты. Бұлардың бұлығы қашан бітеді? В общем, елді тонағанның бәрі оңбай қалса жақсы болатын еді. Шын айтам. Қайбіріне жақсылық қылсын енді мына өзімізді өзі тонап атса. Мен айтам, бұл қазақтың еркектерінің байығаны да жаман. Құдай көп көрмесін, бірақ бар ғой, ә? Рас. Өзбек байыса там салады, қазақ байыса қатын алады деген рас қой. Сол жүрген, әрген байдың бәрінің 3-4 қатыннан бар ғой. Ана жоғары тұтқан шенеуніктің 80%-ның 2-3 қатынынан бар. Үйде ошақ қасында анау туысқанына арналған бір қатын бар. Жұмыс жағында жұмысын, кадрын, ипысын реттеп жатқан тағы бір қатын бар. Солар бақытты болды ма екен? 2-3 қатынмен тұратындар бақытты ма екен? Құдай біледі, олар бақыт дегенде ана үйінде отқан қатынға ақша тауып бала шағасын жақсы мектепке жіберіп, үлде мен бүлдеге ораса, бақыт деген сол деп ойлайтын болу керек оларшы. Қалған кезде оны қатыны да істемейді. Қатыны да бақыт деген сол деп ойлайды. Ақша әкелсең болды, давай, пока дейді ғой деймін. Әйтпесе не? Не көрінді? Ақшасы көбейген сайын қорқынышты. Жұлдызың да сол, анау ақшасы көп бизнесменің мен жаңа шенеунігің де сол. Солар шын бақыттың не екенін білмей өмірден өтеді ау.